Сәлематсыңдар ма балалар? Жаратылыстанудан сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз материктер мен мұхиттарға арналады. Сабағымыздың тақырыбы материктердің және мұхиттардың табиғат жағдайлары. Бүгінгі сабақта біз материктер мен олардың физикалық географиялық аймақтардың табиғат ерекшеліктерін жоспар бойынша анықтауды, жоспар бойынша мұхиттар табиғатының ерекшелігін анықтауды үйренеміз. Балалар, жер күн жүйесіндегі айнала қозғалатын тіршілік бар жалғыз ғаламшар. Оған оның күннен ең ұтымды қашықтықта орналасуымен бірге қалың атмосфера қабатының болуы, өз білігінен айналуы, сол сияқты басқа да жағдайлар тіршіліктің пайда болуына себеп болған. Жер ғаламшары күннен бастап санағандағы үшінші ғаламшар. Күн жүйесіндегі барлық ғаламшардың ішінде көлемі бойынша бесінші, шамамен 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Оның 71%-ын дүниежүзілік мұхит алып жатыр, ал қалған бөлігінде материктер мен аралдар орналасқан. Жердің даму тарихында материктер мен мұхиттардың саны және орналасқан орны бірнеше рет өзгерген. Алғашқы кездері жалғыз Пангея материгі және жалғыз Панталаса деген мұхит болған. Уақыт өте келе Пангея материгі Лавразия және Гондвана материктеріне бөлініп, екі материктің арасында Тетис мұхиты болды. Лавразия материгінің құрамына Еуразия, Солтүстік Америка, ал Гондванаға Оңтүстік Америка, Африка, Австралия және Антарктида кіреді. Материктердің одан ары бөлшектенуіне байланысты Атлант, Үнді, Солтүстік мұзды мұхиттары пайда болды. Тынық мұхиты бұл ежелгі Панталаса мұхитының қалдығы. Мына суретте жер ғаламшарының даму тарихы көрсетілген. Пангея материгі палеозой эрасының Перм дәуірінде пайда болған. Мезозой эрасының Триас дәуірінде Лавразия, Гондвана. Мезозой эрасының Юра дәуірінде материктер қалыптаса бастаған. Кайнозой эрасында қазіргі кезеңде материктер толық қалыптасқаны анық көрініп тұр. Жер шары бетінің ауданы 510 миллион шаршы шақырым. Құрлықты құрайтын материктер мен аралдардың үлесіне шамамен 149 миллион шаршы шақырым келеді. Мұхиттарға 361 миллион шаршы шақырым келеді екен. Географиялық қабықтың даму нәтижесінде ірі табиғат кешендері, материктер мен мұхиттар пайда болды. Жер бетінің құрлық бөлігін тек материктерге ғана емес, дүние бөліктеріне де бөлеміз. Дүние бөліктер дегеніміз құрлықтың ашылуы мен қоныстану ерекшеліктеріне сәйкес шартты түрде ажыратылатын тарихи географиялық ірі аймақтар. Дүние бөліктерінің саны адамдардың өз планетасының зерттеу барысында жаңа жерлердің ашылуына байланысты өзгеріп отырды. Қазіргі кезде 6 дүние бөлігі бар. Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия және Антарктида. Адамдарға ежелден таныс Европа, Азия және Африка ескі дүние деп аталса, ал аумағы кейін ашылған Солтүстік және Оңтүстік Американы, Австралияны, Антарктиданы жаңа дүние деп атайды. Месопотамияны мекендеген ежелгі халықтар финикиялықтардың тілімен айтқанда Эреб батыс, яғни күнбатыс, Асу шығыс, яғни күншығыс деген сөздерінің негізінде Европа және Азия деп аталған екен. Балалар, мына суретте нелерді көріп тұрмыз? Дұрыс, дүние бөліктері. Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида және Австралия. Балалар, бұл дүние жүзінің физикалық картасы. Есімізге түсірейікші, географиялық карта дегеніміз не? Дұрыс, жер бедерінің шартты белгілермен бейнеленген жер бетінің кішірейтілген көрінісі. Карталардан нелерді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыздар, материктер, мұхиттар, теңіздер. Физикалық картада құрлықтар мен мұхиттар,
жер бедері, өзендер мен көлдер, таулар, жазықтар анық шартты белгілермен көрінеді екен. Карталарда біздің ғаламшарымыз туралы өте бай ақпараттар қамтылған. Балалар, картадан 6 материкті атайықшы. Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Аустралия. Балалар, енді материк дегеніміз не? Анықтама берейік. Материк негізгі бөлігі дүниежүзілік мұхит деңгейінен биікте орналасқан жер қыртысының ірі бөлігі. Жер бетінде 6 материк бар. Материктің суасты бөлігі де қайраң және материктік беткей деп аталады. Материкті кейде континент деп те атаймыз. Материктер әртүрлі ендікте орналасқандықтан күн сәулесінен келетін жарық пен жылудың таралуы да әртүрлі және көлемдері, кескіндері бойынша айырмашылықтары бар. Бұл олардың табиғатындағы ерекшеліктерінен анық байқалады екен. Материктер жер бетінде біркелкі орналаспаған. Материк табиғатының қалыптасуында оның ауданының маңызды рөл атқаратындығын көруге болады. Балалар, материктердің табиғатымен танысу үшін оны сипаттаудың жоспарын білу керек. Жоспар арқылы материктердің бірегейлігі туралы көптеген мәліметтер алуға болады. Суретте материктердің табиғатын сипаттау реті көрсетілген. Бірінші, материктің географиялық орнын анықтаймыз, яғни аумағы жағынан нешінші материк, материк қай жартышарда орналасқан, шеткі нүктелері қандай мұхит сулары шайып жатыр. Жер бедері және геологиясы. Литосфералық тақталарды қандай бөлігін құрайтынын, жер бедеріндегі ең биік нүктені табамыз, теңіз деңгейінен төмен жатқан нүктені, ірі жазықтарын, тауларын, үстірттерін анықтаймыз. Климаты. Жылдық орташа жауын-шашын мөлшерін және материк қандай климаттық белдеуде орналасқандығын анықтаймыз. Төртінші, ішкі сулары, өзендері мен көлдерін анықтап сипаттап жазамыз. Материктің табиғат зоналары. Материктің табиғат зоналарының таралу заңдылықтарын, яғни өсімдіктер мен жануарлардың таралу ерекшеліктерін сипаттап анықтаймыз. Алтыншы, халқы және шаруашылығы. Халқының саны, қанша ұлт өкілдері тұрады, қандай шаруашылықпен айналысатынын анықтаймыз. Мысал ретінде Евразия материгін сипаттайық. Евразия дүние жүзіндегі ең ірі материк. Оның ауданы аралдарымен қосып есептегенде 54 миллион шаршы шақырымды алып жатыр. Евразия екі дүние бөлігінен тұрады. Европа мен Азиялық аймақ. Материктің табиғат жағдайларына сипаттама берейік. Дүние жүзіндегі ең биік тау шыңы Гималай тауындағы Джамалунгма шыңы. Оның биіктігі 8848 метр. Жер шарындағы теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жер Аравия түбегінің солтүстік батысындағы өлі теңіз орналасқан Гхор ойысы. Оның деңгейі 403 метр. Жер шарындағы ең үлкен түбек Аравия. Оның ауданы 3 миллион километр квадраттан артық. Жер шарындағы жылдық жауын-шашын мөлшері ең көп түсетін аудан Гималай тауында оңтүстік шығыс беткейіндегі Черепунжи елді мекені. Мұнда жылына 12 мың миллиметрден артық жауын-шашын мөлшері түседі екен. Жер шарындағы ең үлкен көл Каспий теңізі. Европа мен Азия аралығында орналасқан. Оның ауданы 390 мың километр квадрат. Жер шарындағы ең терең көл Байкал көлі Азиялық бөлігінде орналасқан. Оның тереңдігі 1620 метр. Евразияның солтүстік жартышарға тән барлық климаттық белдеулер мен табиғат зоналары кездеседі. Евразия материгінің жағалауларын барлық 5 мұхит шайып жатыр. Ал халқына келетін болсақ, халқының саны 5 миллиардтан астам.
Бұл әлемнің халқының 70%-дан астамын құрайды екен. Евразия материгі солтүстік мұзды мұхиттан экваторға дейін созып жатқандықтан, елдің табиғаты бұл жерде алуан түрлі. Солтүстігінде ағаю, солтүстік бұғысы, тиіндер, қоңыр аю, қоңыржай белдеуде қасқыр, түлкі сияқты жануарлар және сонымен қос өркешті түйе, панда және егісті алқапты көріп тұрсыздар. Әрбір материктің шеткі нүктелері болады. Материктің шеткі нүктесі бұл материктің құрғақ жері бітіп, мұхит басталатын жер. Евразия материгінің шеткі нүктелері сіздер көріп тұрғандай, солтүстікте Шелескен мүйісі, батыста Рока мүйісі, оңтүстікте Пиай мүйісі, шығыста Дежнев мүйісі екен. Балалар, суретте Евразия материгінің ішкі сулары, яғни сыртқы теңіздері және ішкі теңіздері түбектері көрсетілген. Суретке қарап, ішкі және сыртқы теңіздерді атаңыздар. Дұрыс. Сыртқы теңіздеріне солтүстіктегі Баренц, Кар, Лаптев теңіздері, шығыстағы Сары теңіз, Үндіт, оңтүстікте Үнді теңізі және батысында Қызыл теңіз орналасқан. Ішкі теңіздерге Қара теңіз, сонымен бірге Каспий теңізі, Арал теңізі жатады екен. Евразия материгінде біздің отанымыз Қазақстан Республикасы орналасқан. Қазақстан Республикасы Шығыс Европа мен Орталық Азияда орналасқан мемлекет. 1991 жылдың 16 желтоқсан күні егемендігіміз жарияланды. Қазақстан Республикасы халықаралық қауымдастық тарапынан тәуелсіз мемлекет ретінде мойындалды. Қазақстан 5 мемлекетпен шекаралас. Соның ішінде әлемдегі құрлықтағы ең ұзын шекара солтүстігінде және солтүстік батысында Ресеймен, оңтүстігінде Түркменстанмен, Өзбекстанмен, Қырғызстанмен, ал шығысында Қытаймен шектеседі. 1992 жылдың 2 наурызынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі. Сонымен қатар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына, Шанхай ынтымақтастық ұйымына және Еуразиялық экономикалық қауымдастығы сияқты басқа да бірнеше халықаралық ұйымдардың құрамына кіреді екен. 2020 жылдың 1 наурызында елдің тұрғындарының саны 18 миллион 671 мың адам. Бұл әлем бойынша 64-ші орын. Ал жер көлемі бойынша әлем елдерінің ішінде 9-шы орынды аламыз. 2 миллион 724 мың 900 шаршы шақырымға созылып жатыр. Қазір Қазақстан білім мазмұнын жаһандандыру мен ақпараттық өркениеттің талаптарына лайықтап, әлемдік деңгейге көтеру үшін бар күш-жігерін жұмсауда. Тәуелсіздіктің шұғылалы шуағы Қазақстан аспанын арайға бөлегеніне келесі жылы 30 жылға толады екен. Африка ауданы бойынша Евразиядан кейінгі екінші материк, ғаламшардағы ең ыстығы. Ауданы 30,3 миллион километр квадрат. Африкада әлемдегі ең үлкен Сахара шөлі орналасқан. Африканың дәл ортасынан экватор сызығы кесіп өтеді. Оның үлкендеу бөлігі солтүстік және оңтүстік тропиктердің арасында жатыр. Африка атауы осы материктің солтүстік бөлігінде өмір сүретін халықтардың атауынан шыққан. Континенттің аумағында 1000-нан астам сүтқоректілер мен және 1500 құстардың түрлері өмір сүреді. Суретке қарап отырсаңыздар, Африка пілі, жолақ жылқы, керік, гну бөкені, су сиыры, Африка түйеғысы, бір өркешті түйе, баобаб сияқты табиғат ерекшеліктері көрінеді екен. Солтүстік Америка көлемі бойынша Африка материнен кейінгі 3-ші орында.
Оның ауданы 24,3 миллион километр квадратты құрайды. Солтүстік Америкада өсімдіктер дүниесі өте ерекше. Өсімдіктер әлемнің ең ғажайып ежелгі өкілі секвойя осы материкте өседі. Өсімдіктің биіктігі 100-150 метрге дейін, диаметрі 20 метрге дейін жетеді. Фаунасының өзгеше өкілі осы материкте тіршілік ететін қошқар өгіз бір мезетте қошқарға және қойға ұқсайтын жануар. Оның денесінің ұзындығы шамамен 2,5 метр, ал биіктігі 1 метрге дейін жетеді екен. Солтүстік Америка аумағының басым бөлігінде көлдер көп. Олардың саны 2000-нан асады. Суретке қарасаңыздар, жануарлардың түрлері қошқар өгіз, леминг, солтүстік бұғы, сауытты, койот, сосын әртүрлі жануарлардың өкілдері кездеседі екен. Оңтүстік Америка жердің батыс және оңтүстік жартышарында орналасқан. Азғантай бөлігі солтүстікте жатқан үлкен материк. Оны ең ылғалды материк деп атайды. Оңтүстік Америка ең үлкен мемлекеті Бразилия. Бізге салтанатты карнавалдармен белгілі. Әлемдегі ең үлкен өзен Амазонка осы материктен ағып өтеді екен. Оның 500-ден астам саласы бар. Және әлемдегі ең биік сарқырама Анхель сарқырамасы да осы материкте. Және Венесуэла мемлекетінің жерінде орналасқан. Су құламасының биіктігі 1054 метр биіктіктен ағады екен. Оңтүстік Америка көптеген рекордтар материгі деп атаймыз. Оның ең ұзын тау сілемі Анд таулары. Ең жаңағы суы мол өзені Амазонка өзені. Ең биік сарқырамасы ол Анхель сарқырамасы екенін білдік. Оңтүстік Америка материгі негізінен жер шарының батыс және оңтүстік батыс жартышарында, жартылай солтүстік жартышарда орналасқан. Жануарлар дүниесі алуан түрлі. Суретке қарасаңыздар, тукан, капибара, калибри, жалқауаң, нанду түйеғысы, Виктория регия, бөтелке ағаштары, кактустардың және пампа шөбінің түрлері кездеседі екен. Антарктида оңтүстік поляр аймағында орналасқан. Басқа материктерден ешқайсымен байланыспаған. Сонымен қатар басқалардан алшақ орналасқан материк. Материкте ғылыми зерттеу станциялары өте көп. Қуатты мәңгілік мұз жамылған құрсанған жер. 99% мұздан тұрады. Антарктида жер бетінде тұрақты тұрғыны жоқ жалғыз материк екен. Антарктидада жер бетінде жануарларға өте кедей. Материкте сүтқоректілер мүлдем жоқ десек те болады. Ол жерде пингвин, яғни император пингвині, ит балық, үлкен қара тұмсық, қар дауылпазы, сол сияқты теңіз қабыланы, поляр шағаласы, сонымен Аделий пингвині кездеседі. Мөк пен қына жағалауларының айналасында өте көп. Австралия жер бетіндегі ең төмен жатқан ең құрғақ материк. Жалпы ауданы аралдармен қоса есептегенде 9 миллионнан асады. Австралия материктің бүкіл аумағын алып жатқан әлемдегі жалғыз мемлекет. Қазіргі уақытта бұл материкте таңғажайып өсімдіктер мен жануарлар сақталған. Өсімдіктердің 12.000 түрінің 9.000-нан астамы әлемнің басқа еш жерінде кездеспейді. Материкте осы күнге дейін көне жануарлар үйрек тұмсық, эхидна сақталған. Австралияда мекендейтін жалғыз жыртқыш динго иті осы Австралияда кездеседі екен. Сонымен бірге Австралияда континенттік жағдайда жер шарының шығыс және оңтүстік жартышарларында орналасқан. Австралияда эндемик өсімдіктер мен жануарлар көп кездеседі екен. Материкте коала, қазуар, кенгуру, үйрек тұмсық, лира құйрық, эхидна, жабайы ит динго, киви, қалталы аю, бамбот, эму түйеғысы сияқты эвкалипт өсімдіктері кездеседі екен. Мұхиттар. Барлық мұхиттар бір-бірімен өзара байланысқан және олардың барлығы
біртұтас дүниежүзілік мұхитты құрайды. Мұхиттардың арасындағы ең үлкені, ең тереңі Тынық мұхиты. Барлық мұхиттардың ішіндегі ең үлкені және ең жылысы ол Тынық мұхиты. Тынық мұхитының ауданы 180 миллион километр квадрат, орташа тереңдігі 4280 метр. Тынық мұхиттың суында балық өте көп. Ол жерде балық аулау мен теңіз өнеркәсібі дамыған. Арқан балық, майшабақ, мәлім, сонымен қатар теңіз шаяндарын аулайды екен. Егер де оған 1 килограмм болатын тасты лақтырсаң, оның түбіне дейін түсу үшін 1 сағаттан аса уақыт керек екен. Мұндағы жердегі ең терең жер Мариан шұңғымасы. Оның тереңдігі 11022 метр екен. Ауданы бойынша екінші орында Атлант мұхиты алады. Ол Тынық мұхиттан кейін 2 есе кіші. Бұл мұхиттың алуан түрлі балықтармен танымал. Атлант мұхиты дүниежүзілік кеме қатынасында жетекші орындарға ие. Мұндағы жолдардың көпшілік бөлігі Европадан Солтүстік Америкаға барады. Атлант мұхитының негізгі кеме қатынасы Босфор мен Дарданеллы, Гибралтар, Ла-Манш, Па-де-Кале бұғаздары арқылы жүзеге асырады. Атлант мұхиты, оның ауданы шамамен 92 миллион километр квадратты құрайды. Орташа тереңдігі 3600 метр. Атауы ежелгі грек аңызындағы Атлант Титанның атынан шыққан. Жануарлар дүниесі алуан түрлі. Дельфиндер, нәлін, майшабақ, көк киттер, әлемдегі 40% әлемдік балықтардың көпшілік бөлігі осы Атлант мұхитынан ауланады екен. Үнді мұхиты ауданы бойынша 3-ші. Дүниежүзілік мұхиттың бар жоғы 5/1 бөлігі. Үнді мұхиты теңіздерінің, шығанақтар мен бұғаздарының ауданы 11 миллион 68 мың километр квадрат. Мұхиттың жалпы ауданының 15%. Үнді мұхиты теңіздермен бірге алғандағы оның ауданы 74,8 миллион километр квадрат. Орташа тереңдігі 3890. Бұл жерде экзотикалық балықтар, акула, теңіз бақасы, медузалар өте көп. Судың тұздылығы 36 промиллеге тең екен. Солтүстік мұзды мұхит жер бетіндегі ауданы мен тереңдігі бойынша кішісі, толығымен солтүстік жартышарда, Евразия және Солтүстік Американың аралығында орналасқан. Мұхиттың аумағы 14 миллион 75 мың километр квадратты алып жатыр. Жануарлар дүниесі алуан түрлі. Белуха, сойдақ тісті, ит балық, сыртқы, поляр жапалағы, ағаю осы маңда кездеседі екен. Ғаламшарымыздағы көз жүгіріп қарайтын болсақ, көгілдір жасыл қоңыр түстер. Оның себебі көп бөлігі көгілдір мұхиттар. Бұл жердің су қабаты, гидросфераның бір бөлігі. Ғаламшардағы жылу мен ылғалдың таралуы белгілі бір дәрежеде реттеліп отырады. Жалпы дүниежүзілік мұхиттың судың ауданы 361 миллион километр квадрат. Күн жүйесіндегі ешбір ғаламшарда дәл жер шарындағыдай су жоқ. Олай болса, жердің ең басты тіршілігі, байлығы бұл су болып табылады. Балалар, үйге мына тапсырманы орындайық. Сұрақтар санмен берілген нысандардың атап жазыңдар. Келесі, материктерді кескіні бойынша анықтаңдар.